Сталин дәуірінде өнер деген жай ғана шығармашылық емес, адамның санасын түбегейлі өзгертетін қуатты идеологиялық қару болды. Бұл дегеніміз тұтас бір ұлттың ой өрісін инженерлік жоба сияқты қайта құрастыруға тырысқан кезең ғой. Ал енді мына бір әгілі сөзге тоқталайық, жазушылар адам жанының инженерлері. Бұл Иосиф Сталиннің 1932 жылы айтқан сөзі. Бір қарағанда әдемі теңеу сияқты көрінгенімен, оның астырында бүкіл бір мәдениетті бақылауға алудың қатаң жоспары жатқан еді. Иә, бұл біздің бүгінгі талдауымыздың өзегі. Неге дәл инженерлер? Инженер не істейді? Ол нақты сызба бойынша механизмдерді, ғимараттарды құрастырады. Ендеше жазушылар қандай адамды және қандай сызба арқылы жасап шығаруы керек болды? Осы жұмбақтың шешімін бірге іздеп көрейік. Кез келген инженерлік жобаның соңында дайын өнім болуы керек, сол емес пе? Ал Сталиннің мәдени жобасының өнімі жаңа кеңес адамы болуы тиіс еді. Ол қандай болуы керек еді сонда? Менің осындай идеал азаматтың бейнесі. Көріп тұрғанымыздай, мұнда жеке тұлғаға күмәнгі орын жоқ, барлығы ұжым үшін, партияның мақсаттары үшін, яғни кеңес билігі ескі құндылықтардан тазарған, тек коммунизм құруды көздейтін, мемлекеттік жоспарға сай ойлайтын адамды құрастыруды мақсат етті. Жақсы, мақсат айқын. Ал осы жаңа адамды қалыптастыру үшін қандай құрал, қандай нұсқаулық қолданылды? Инженерлердің сызбасы сияқты жазушылар мен суретшілерге де нақты бір әдіс керек болды. Иә, социалистический реализм. Мұндағы ең маңызды теркес революционлық даму. Бұл нені білдіреді? Бұл дегеніміз өмірді сол қалпында емес, болашақтағы жарқын коммунизмге бара жатқан жолдың бір кезең ретінде көрсету керек. Яғни қиындықтар уақытша, ал жеңіс сөзсіз келеді деген ойды халықтың санасына сіңіру. Бұл жай ғана өнердегі бір бағыт емес, бұл барлығына міндетті ресми доктрина еді. Ал міне кестеге қарасаңыз, айырмашылық жер мен көктей. Шынайы реализм өмірді бар кемшілігі мен қайсылықшылығы мен зерттесе, социалистік реализмнің міндеті мүлдем басқа. Халықты тәрбиелеу, оларды жарқын болашаққа сендіру. Шынайы өмір емес, уәде етілген болашақ маңыздырақ болды. Әрине, жаңа ереже енгізу бір нәрсе, ал оның орындалуын қадағалау мүлдем басқа әңгіме. Ол үшін мемлекет өте қуатты, темірде тәртіп орнатқан бақылау жүйесін көрді. Жазушылар одағы, суретшілер одағы, композиторлар одағы. Бұл ұйымдар шындап келгенде өнер адамдарын бір жерге жинап, партияның тапсырмасын таратып отыратын механизм болды. Одаққа кірмесең, сен ешкім емессің, шығармаң ешқашан жарық көрмейді. Енді елестетіп көріңізші, бір шығарманың жолы қандай болғанын. Алдымен автор оны жазады, бірақ бұл тек бастамасы ғана. Сосын оны өз мүшесі шығармашылық одақ талқылап, дұрыс деп табуы керек. Одан кейін главлит, яғни мемлекеттік цензура, оны идеологиялық тұрғыдан тексереді. Тек осы сүзгілердің бәрінен өткен соң ғана туылғы оқырманға жете алатын. Бұл жүйе партияға жақпайтын кез келген ойға тосқауыл қойды. Цензура деген тек мынаны болмайды деп тыйым салу емес, ол сонымен қатар мынаны міндетті түрде қосу керек деп нұсқауда берді. Мәселен, әр шығармада Ленин мен Сталиннің даналығын мақтау, партияның жетекші рөлін дәріптеу міндетті болды. Сөйтіп, өнер таза насихатқа айналды. Осы үлкен идеологиялық машинаның ішінде бір құралдың орны бөлек болды. Ол халықтың санасына ең жылдам, ең тікелей жететін құрал. Лениннің бұл сөзін Сталин өте жақсы түсінді. Ойлаңызшы, киноны сауатты да, сауатсыз да көре алады. Ол бірден миллиондаған адамға әсер етеді. Сондықтан 30-шы жылдардан бастап кино тарихты қайта жазудың және жаңа кеңестік мифтерді жасаудың ең басты құралына айналды. Мысалы, әйгілі Чапаев фильмін алайықшы. Осы фильмнен кейін бүкіл кеңес одағы үшін Чапаев дегенде көз алдына тек кинодағы образ келетін болды. Оның шынайы тарихи тұлғасы екінші орынға асырылды. Міне, киноның күші осында. Ол тарихты қайта жазып, миллиондардың санасына жаңа шындықты орнатты. Сонымен біз барлық бөліктерді қарап шықтық. Мақсат, әдіс, бақылау жүйесі. Енді ең басындағы сұраққа қайта оралайық. Сталин неге жазушыларды адам жанының инженерлер деп атады? Демек, бұл жай ғана әдемі теңеуі емес. Бұл нақты жоспардың, нақты бағдарламаның атауы. Мақсат өнерді пайдаланып, бірыңғай ойлайтын, басқаруға ыңғайлы, идеологияға берілген жаңа адамлардан тұратын қоғам құру. Бұл жобада шығармашылық деген емес, стандартталған өнім шығаратын өндіріш процесі ғана. Бұл тарихи тәжірибе бізді өнер мен биліктің ара қатынасы туралы ойлануға мәжбүр етеді. Шығармашылық еркіндігі болмаған жерде өнердің құны қандай?
Ал өнер мемлекеттің құралына айналса, ол сол күйі өнер болып қала ала ма? Бұл сұрақтар тек өткен асырға ғана емес, бүгінгі күнге де аса өзекті.